Құрметті тыңдарман, каналыма жазылып, лайк басып, қазақша контентті қолдап кетіңіз. Ол замандарда біз хат жазушы едік. Қазіргідей телефон деген жоқ, деп бастады әңгімесін Марат ағам. Қателеспесем, 94 жылдың күзі. Мектептегі қатарласым, басқа сыныптағы Әлияға іштей ғашық болып жүрген кезім еді. 10-шы сынып оқып жатқан шағымыз. Мен де көркі өзіне сай жігіт болдым-ау шамасы, себебі оның да маған көңілі барын сезінетінмін. Хат жазып көңілімді білдіруге деп бел будым. Бірінші хатты жазу мен үшін сірә абай жолын жазып шығумен тең болды-ау. Не болса да өз сезімімді қағаз бетіне түсіріп жазу оңайға соқпады. Жазып біттім. Қолымдағы бұл бір жапырақ қағазға жанымды алып шүберекке түйіп қойғандай күйде болдым. Ішіндегі қайтадан оқып шығуға батылдық жетпейді. Жыртып тастайтын шығармын. Жоқ, одан да өртеп жіберген дұрыс. Жоқ, доғар, мен еркекпін, істі соңына дейін жеткізу керек. Енді бұл компроматымды кімнен және қалай беріп жіберемін? Ешкімге сенуге болмайды. Өзім берген жөн. Сабақ кезінде мектепте білдірместен қолына ұстатармын. Барлығы солай жасайтын. Шешілді, дәл солай жасаймын. Сол түні ұйқы болсын ба? Ойша хатты бір жыртып, бір түзеп, көпшіктің астына салып әйтеуір сөйтіп жатып, түннің қараңғылығы таңмен ауысты. Мектептің табалдырығын аттар аттамас Әлияны іздеуге кірістім. Көк сөмке Әлияда көк сөмке болатын. Табу қиынға соқпады. Бірақ жанында батальон бар екен. Құрбылары жанында кезде бару қауіпті. Әсіресе Әйгерім білмесін. Ол білсе, бүкіл ауыл білді деген сөз. Ауылдың кешкі жаңалықтарынан бірақ шығасың. Қолайлы сәтті енді сабақтан соң күту керек. 128. Жүрегім секундына 128 рет соғып жатыр. Қоңырау үні. Сабақ аяқталды. Далаға ертерек шығып алып, қолайлы сәтті күту керек. Енді бұдан артық мүмкіндік болмайды. Бүкіл адамзаттың тағдыры менің қолымда. Жинал солдат. Әлияның өзі де көрінді. Құдайға тәуба, жалғыз екен. Енді тек жақындау қалды. Бірақ аяқтарым бағынар емес. Сол тұрған жерме тамырымды терең жайып жібердім әусіра. Күнде ысып кеткен бе терлеп кеттім. Өзіңе кел сарбаз, адамзатты ойла. Әлия, қайда бара жатырсың? Айтпақшы, сәлем, мынау саған, дедім де, алды артыма қарамай жүйткіп тура жөнелдім. Бір есімді жисам, үйдің есігін ашып жатыр екенмін. Ұятын-ай, не істеп қойдым мен? Елге қара бет болдым-ау. Шешілді. Енді мектепке бармаймын. Көшіп кетем, әскерге кетем, Сібірге. Ақыры не керек? Осылай өмір мен өлімнің арасында арпалысып жүргенде 4 күннен кейін Әлиядан хат келді. Әйгерім әкеп берді. Хат жазысып жүрдік. Бірақ мектепте көріп қалсақ, амандаспақ түгілі бір-бірімізден айналып өтетінбіз. Әлі оған дайын емес едік. Достасып кеттік. Тірідей кездесетін де болдық. Жақын біле бастадық бір-бірімізді. Құрбы достарымызбен араластық. Әйгерімде былай мен ойлағандай жаман қыз емес екен. Бірге өткізген өмірдің қызықты кезеңдері басталды. Не деуші еді әлгі? Махаббат қызылық мол жылдар басталды. Хат жазуды да тастамадық. Қыз басталып, 2-ші тоқсан аяқталуға жақын қалғанда, Әлияның ата-анасы қыздарын қаладағы дарынды балалар лицейіне түсіруге бел буыпты. 2 айдан соң қабылдау емтиханы өтеді екен. Енді бас көтермей дайындалуы керек. Жақсы оқитын қыз, түсуге барлық мүмкіндігі бар. Бос нәрселерге уақыты жоқ енді. Бұл жаңалықты өзінен естіген соң ба, әйтеуір ауыр қабылдадым. Ол қалаға оқуға кетіп қалса, достығымызға осымен нүкте қойылады ғой. Ренжіп те қалдым. Енді ғана дос тапқанда, Әлияға ма, әлде ата-анасына ма, әйтеуір ренішім қатты болып, хат жазуды тоқтаттым. Мектепте де сөйлеспедім. Бір нәрсе істеуім керек. Оны алып қала алмаймын ба? Онда шешілді. Мен де түсем қалаға. Интернатында жатып оқимын. Емтиханға дайындаламын. Бәріне дәлелдеймін. Ата-анасына дәлелдеймін. Бас көтермей дайындалдым. Әлияға ештеңе айтпадым. Тосын сый болады. Көрген кезде таң қалсын. Достығымызды лицейде жалғастырамыз. Менімен мақтанатын болады. Бір-бірімізден айырылмайтын боламыз. Бас көтермей дайындалаймын. 2 ай өте шықты. Емтиханды тапсырдық.
өтіппін. Енді қалада оқитын болдым. Әлиямның жанында. Ата-анам да қуанып қалды. Бұйырып жатса өздері де қалаға көшіп келетінін айтып, мені мақтан тұтты. Енді бұл жаңалықты Әлияшымен бөлісу керек. Үйіне қарай жүгірдім. Есіктің алдында анасы күтіп алды. Көңіл күйі жоқ. Әлия түсе алмапты. Емтиханнан өте алмаған екен. Не қуанарымды, не өкінерімді білмей қалдым. Осыдан 2 ай бұрын ауылдан кетпесе екен деп қалап едім. Енді болса өзімен кездесуге анасынан рұқсат ала алмадым. Лицейге бармаймын дегенімді ата-анам түсінбеді. Қолда тұрған мүмкіншіліктен айырылып жатқанымды айтып, болашағымды құртпауымды өтімді. Ақыры қалада оқитын болдым. 2 аптадан соң жолға шығу керек. Мектептегі соңғы күндерімді көзім Әлияны іздеумен болды. Сабаққа келмей жүр екен, ауырып қалыпты. Үйіне бардым. Анасына менің келгенімді айтқан едім, менімен сөйлескісі келмейтінін айтып келді. Көңілімде топалаң болып, маған неге ренжіп жатқанын түсінбеген күйі үйге қайттым. Оқуға да кететін уақыт жақындады. Содан соң Әлияны көрмедім, қоштаса да алмадым. Қаладағы оқуым өз ағынымен жалғасып жатты. Хат жазып тұратынмын ауылдағы достарыма да. Солар арқылы Әлияның да көп ұзамай басқа қалаға көшіп кеткенін естідім. Кеудемде бір мұң кетпей қойғаны. Бір ауыз хабар берсе де болар еді ғой. Лицейге түсе алмағанын менен көрген несі? Менен. Соншама достығымыздың құрметі үшін бір қоштасуға жарамағаны ма? Жарайды, оқу керек, уайымдамай. Өмір мұнымен тоқтап қалмас. Оқу жылы біткелі таяғанда ауылдан ата-анам келді. Қаланың баласы болып шыға келгенімді айтып, туысқандар мақтан тұтып жатқанын айтып қуанып отырды. Менің мақтанышым аяқ астынан қалаға түсуге не түрткі болғанын да білеміз құлыным, деп мені сүйіп қояды. Жүрегімдегі Әлияға деген сағынышты да сезгендей. Бас көтермей дайындалып, өз күшіңмен түскеніңе таң қаламыз біз. Сол 2 ай бойы ештеңеге алаңдамай, достарыңа да уақыт жоғалтпай дайындалғаныңды айтамын да. Айтпақшы, мынау хатты сол күйі оқымапсың ғой, деп анам сөмкесінен бүктелген сарғайып кеткен қағазды шығарды. Өткенде үй жинап жатып, сенің кітап дәптерлерінің арасынан тауып алдым. А? Қандай хат? Қашан? Кімнен? Анау көршінің қызы кеп тапсырып кеткенінше. Кітап оқып жатқан кезінде саған хат әкеп тастады дегенімде, кітаптардың жанына қоя салшы, кейін қарайым деп едің ғой. Сол хат сол күйі кітаптардың арасында қалып кетіпті ғой. Білесің ғой әжеңді, бұжылмаған қағаз көрсе документ деп жинап қоя беретін. Міне сол күйі тұр ғой, оқымапсың, ашылмапты да. Жүрегім кеудемнен шығып кетерде болды, ақмақ басымай. Шешкен шылығын қайтадан таба алмайтын адаммын мен. Бір жапырақ қағазды байқайтындай, кейін оқимын деген мен ақмақпын. Бүкіл дүниенің ауыртпалығын иығыма әкеп салғандай болды-ау. Қағаздың түсі сарғая бастапты. Бүктелген күйі тұр. Бұлай тек Әлия бүктейтін еді. Хат ашылмаған расымен де. Желімделіп сол күйі тұр. Асығыс аша бастадым. Осыншама уақыт бойы жауабын таба алмай келе жатқан сұрақтарымның жауабы осы секілді болып көрінді. Хатты аштым. Марат, қал жағдайың қалай? Маған ренжіп жүргеніңді білемін. Бұл тек менің ата-анамның шешімі. Екеуміздің достығымыздың бұзылғанын мен де қаламаймын. Сенің сезіміңді құрметтеймін. Ұнататынымды айта алмасам да, оны сезетініңді де білемін. Менің қалада оқығым келмейді. Уайымдама, қалаға кетпеймін. Емтиханды әдейі құлатамын. Я, әкем ренжиді, ұрысады, бірақ басылады. Сәлем, мен Әлия. Сатқын болдың сарбас. Көңілі әппақ қызды сатып кеттің сен. Сенімін ақтамадың. Саған деген сезіміне қиянат жасадың. Қызық қой өмір деген, тағдырым өз қолымда деп қанша ойласаң да өз дегенін жасайды. Тек бір ұшқын өміріңізді өзгертуі мүмкін. Бәрі сол бір хатты жазудан басталды емес пе? Деп ағам сөзін аяқтап жатқанда, арғы бөлмеден Әлия жеңгемнің ас дайын болды деп дастарханға шақырып жатқан дауысы естілді.